Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін біз ерекше самса сорпа дайындайтын боламыз. Құрамы описаниеда жазылып тұрады. Бізге қажетті заттар: ет, картоп, пияз, чеснок, тұз, кориандр, қара бұрыш, паприка. Ал енді қамырымызды илеп алайық. Бізге керекті заттар: ұн, су, бір қасық тұз салдым, араластырып алдым, және де ертілген сары май. Енді суымызды құйып, нанымызды илеп аламыз. Дайын болған нанымызды осындай салафанға салып, орап мен қойып қойдым. Енді бағана дайын болған етімізді, картопымызды, тұзымызды, паприканы, кориандр, қара бұрышты салып, ең бірінші араластырып аламыз. Енді дайын болған нанымызды екі бөлікке бөліп, және де кіші бөліктерге бөліп шығамыз. Каналыма жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Осындай бөліктерге бөліп алып, оқтаумен жайып аламыз. Қатты жұқа қылмай, қатты қалың қылмай, орташа жайып алсаңыздар болады. Енді ыдысымызды алып, осылай салып аламыз. Ортасына жаңағы араластырған картопымызды, етімізді салып, үстіне пияз, чеснок салдым. Содан кейін кішкене сары май салдым. Осылай бүктеп аласыздар да, теріс айландырып, шет-шетіне жаңағы өздеріңіздің қалауларыңызша семдеп шығасыздар. Мен осылай екі түрде жасадым. Тура жаңағыдай картопымызды, етімізді салып, пиязымызды, чеснок, сары май салдым. Бетіне тағы бір нанды жайып қойдым. Осылай әдемілеп сәндеп шығасыздар. Өздеріңіздің қалауларыңызша сәндеуге болады. Бір жасағанда өте дәмді шығады. Жасап көрулеріңізге болады. Мен осылай әдемілеп сәндеп қойдым. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын осылай жағып шықтым. 180 градусқа 1 сағатқа пешке осылай пісіріп алдым. Менде осылай шықты. Енді бетін кесіп аламыз. Майымыз еріп, картопымыз бен етіміздің сөлі шығып, өте сулы шыққан. Бізге көрінбей тұр. Өте керемет дәмді болған. Сіздерге ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.